Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге өте бір керемет жаңалық айтқым келіп тұр. Бұл жаңалық жаңағындай жұмыс таба алмай жүрген адамдарға, сосын қосымша табыс тапқысы келетін адамдарға өте керемет жаңалық. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоны өткізбей, соңына дейін мұқият қарап, мұқият тыңдап шығуларыңызды сұраймын. Сонымен бүгінгі менің айтқым келген жаңалығым мынандай жаңалық. Яндекс деген компания бар. Сол компания Қазақстанда өзінің Яндекс жеткізу деген бөлімшесін ашқан. Енді сол Яндекс жеткізуге курьерлер керек болып жатыр. Яғни жұмысқа адамдар қабылдап жатыр. Курьер дегеніміз, егерде білмеген болсаңыздар, әртүрлі нәрселерді жеткізушілер. Енді сол Яндекс жеткізуге жаяу курьерлер керек. Біріншіден, екіншіден әртүрлі көліктермен жүретін курьерлер керек. Оның ішінде велосипедпен жүретін, скутермен, мопедпен, сосын тағы да жеңіл автокөліктермен жүретін курьерлер керек. Сосын Яндекс жеткізу бүкіл Қазақстан бойынша қабылдайды жұмысқа. Жалпы бұл өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бұл мүмкіндікті пайдаланғандарыңыз жақсы. Енді курьер болып жұмысқа кіру үшін сіздерден ешкім тәжірибе сұрамайды. Яғни бұрын курьер болып жұмыс жасап көрдіңіз ба, көрген жоқсыңыз ба? Ол маңызды емес. Сосын жыныс таңдамайды. Яғни әйел адам ба, ер адам ба, ол да маңызды емес. Сосын жұмыс орындары өте көп. Тек қана жаңағы курьер вакансиясына. Енді бұл Яндекс жеткізудің тиімді жерлері өте көп. Сол тиімді жерлерінің біреуі жұмыс кестесін, яғни графикті өзіңіз белгілейсіңіз. Күніне неше сағат жұмыс жасайсыңыз, соны өзіңіз шешесіңіз. Сосын бір айда қанша күн, қай күндері жұмысқа шыққыңыз келеді, оны да өзіңіз таңдайсыңыз. Сосын бұл ненің, жұмыстың тағы бір несі, жақсы жері. Мысал үшін, егерде сіз бір жерде жұмыс жасап жүрген болсаңыз, осы Яндекс курьерге, яғни жеткізуге тағы да қосымша жұмысқа тұруыңызға болады. Күніне қанша сағат уақыт неңіз бар, жаңағындай бос уақытыңыз бар. Сол бос уақытыңызда осы Яндекс жеткізуден келген тапсырыстарды жеткізіп ақша табуыңызға болады. Сосын демалыс күндерінде қолдануыңызға болады, егерде сондай сізде мүмкіндік болса. Енді Яндекс жеткізуге жұмысқа кірушілерге қойылатын талап. Жұмысқа кіру үшін міндетті түрде 18 жасқа толған болу керек. Төлқұжаты болу керек, яғни удостоверениесі. Сосын көлігі бар курьерлерге қойылатын талап, жүргізуші куәлігі болу керек. Одан бөлек көліктің техпаспорты болу керек. Сосын енді қандай нәрселер жеткізесіңіз? Мысал үшін, жұмысқа кіретін болсаңыздар. Яндекс жеткізу мынандай нәрселермен айналысады екен. Әртүрлі интернет дүкендердегі
тапсырыстарды жеткізумен айналысады, әртүрлі мейрамхана, тағы да басқа жаңағындай фастфуд дейді ғой, жылдам пісірілетін тамақ, донер, пицца, тағы да сондай нелердің тапсырыстарын жеткізіп берумен айналысады. Сосын жаяу жүретін курьерлер 10 килограммға дейін зат апарып береді екен. Яғни жеткізіп беретін тапсырыстың салмағы 10 килограммға дейін. Егер де көлікпен жүретін болсаңыз, онда 20 килограммға дейін. Яғни апарып беретін нәрсенің салмағы 20 килограммға дейін. Сосын бұл неге? Жұмысқа тұратын болсаңыз, Яндекс жеткізуге барлығын телефонмен жасай беруіңізге болады, яғни телефонмен қабылдап аласыңыздар тапсырысты. Бүгінге енді айтқым келгені осындай жаңалық, өте керемет жаңалық бұл. Өте керемет мүмкіндік. Егер де жұмысқа тұра алмай жүрген, жұмыс таба алмай жүрген таныстарыңыз болса, ағайындарыңыз болса, сол адамдарға да осы видеоны жіберуіңізге болады. Бәлкім олар жұмысқа кіріп кетуі мүмкін, пайдаңыз тиіп кетуі мүмкін, қысқаша айтқанда. Енді сол Яндекс жеткізуге жұмысқа кіретін болсаңыз, кіргіңіз келсе, немесе толық ақпаратты білгіңіз келетін болса, осы видеоның ең бірінші комментарийына Яндекс жеткізудің сайтын қалдыратын болам. Өздеріңіз сол жерден қарап шықсаңыздар болады. Егер де жұмысқа тұрғыңыз келетін болса, өзіңіздің аты жөніңізді жазып, телефон номеріңізді қалдырасыңыздар, яғни заявка қалдырасыңыздар. Сосын 15 минуттың ішінде сізге Яндекстің менеджері звондайды, яғни қоңырау шалады. Сосын жаңағы Яндекс жеткізудің сайты қазақ тілінде, өздеріңіз қарасаңыздар болады. Қоңырау шалады жаңағы Яндекс жеткізудің менеджері. Сол жерде өзіңіздің қоятын талаптарыңыз болса, қоюыңызға болады, сұрақтарыңыз болса, басқа да сол менеджерге қоюыңызға болады. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Міндетті түрде бұл видеоны әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы, оның ішінде WhatsApp-тағы чаттарға, группаларға, топтарға таратып бөлісіп отырыңыздар. Бәлкім бір жұмыс таба алмай жүрген адамдар болса, сол адамдарға пайдаңыз тиіп қалуы әбден мүмкін. Сонымен, егер де YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Жаңағындай видеоға лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді. Сондай не жасап отырыңыздар, яғни қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.